Бүгін Ақтөбелік 40 отбасы жаңа пәтерлердің кілтін алды. Бәйтерек ұлттық холдингінің қаржылай қолдауының негізінде кең дала тұрғын үй кешенінде салынған жаңа үйдің қоныс тойына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен Бәйтерек ұлттық холдингінің басқарма төрағасы Қуандық Бейшенбаев қатысып, тұрғындарды құттықтады. Биыл Ақтөбеде басталған үй құрылыстары жалғасып, жыл соңына дейін Ақтөбеде 30 мың шаршы метр болатын 469 пәтер қожайындарына берілмек. Пәтердің кілті Шалабаева Жайнагүлдің отбасына табыс етіледі. Екі балалы жас отбасының отағасы Бауыржан Құсайыновтың қуанышында шек жоқ. Күтпеген жаңалыққа алғашқыда сене қоймағанын жасырмады. Себебі жақында ғана баспана сұрап құжат тапсырған ол бірден кезегі келіп қалады деп ойламапты. Жас отбасының қуанышын бөлісуге туған туыстары бірге келіп мәре-сәре болды. Бағдарлама арқылы өте қуаныштымыз. Үй алып жатқанымызға көктемнен бастап кезекке тұрып, осы аяқ астынан қуанышты хабар жетіп, соған нұрлы жол бағдарламасына өте қуаныштымыз. Сондай дәрежеге жетіп, бәрі ұзағынан болсын. Келіп жатқан тәуелсіздік күніне орай өте жақсы хабар. Бәріне сондай бақыт тілеймін. Бұл үй соңғы жылдары кең дала тұрғын үй кешенінде бой көтерген жаңа үйлердің қатарына қосылған 6 қабатты 91 пәтерлі үй. Әзірге 40 отбасы ғана қоныстанған болатын. Ал қалған пәтерлер кілті кезекте тұрғандардың төлем қабілеті расталысымен берілмек. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жаңа қоныс иелерін құттықтады. Елімізде кейінгі кездегі жүзеге асып жатқан мемлекеттік бағдарлама қолжетімді баспана, осының арқасында тек қана Ақтөбеде емес, Қазақстанның түкпір-түкпірінде көптеген қазақстандықтар өзінің пәтерлерін алып отыр. Міне осы өткен 10 айдың ішінде тек қана біздің өңірде 353 мың шаршы метр пәтерлер берілді. Жылдың аяғына дейін тағы да 150 мың шаршы метр береміз бе деген ойымыз бар. Соның нәтижесінде ең кем дегенде 4700 ақтөбелік жанұя жаңа пәтерге ие болады. Нұрлы жол бағдарламасы аясында мұндай қолжетімді құрылыстар қазір Ақтөбеден өзге Астана, Ақтау, Талдықорған және Қызылорда қалаларында салынып жатыр. Бұл пәтерлерді алуға қойылған талаптардың бір ерекшелігі алдын ала төлем қажет етілмейді. Нұрлы жол бағдарламаның әдістері или ережелері елбасы бізге тапсырған, ол өте азаматтарға қолжетімді болсын деп. Есіңізде болса, өзінің жолдауында 11 ноябрьде өткен 2014 жылы ол бізге нақты тапсырма берген, ешқандай бірінші взнос болмасын, ешқандай процент болмасын, бәрі жеңілдікпен азаматтарға салынып берілетін болсын. Сондықтан осы үйдің 1 шаршы метрдің жалғасының құны 913 теңгені құрайды. Мысал келтірдім, 50 пәтерлік пәтер бір жанұяға берілетін болса, ол 45 мыңды ай сайын төлейді. 45 мыңды. 20 жыл осын 45 мыңды төлеп жүрсе, 20 жылдың ішінде осы пәтердің иесі болып айналады. Шашу шашылды, ақжарма тілектер ағытылды. Көптің көңілін көтерген думанды сәттің куәсі болғандар тұрғындардың қуанышына ортақтасты. Облыс әкімі бастаған топ үй қожайындарының су жаңа пәтерлерін көріп шықты. Бұл қоныс той тұңғыш президент күні қарсаңында болғандықтан жұрт жақсылықтың нышанына балады. 2009 жылы тұрып едік очередке, содан мына жаңа үйге көшіп қуанып жатырмыз. Мына бірінші тұңғыш президентіміздің мейрамына қарсаңына алып жатырмыз. Жолдасым полицейский болып жұмыс істейді, 3 баламыз бар, сол қуанып жатырмыз алғанымызға. Бұл пәтерлер негізінен баспана кезегінде тұрған бюджет саласының қызметкерлеріне берілді. Және жауапты мамандар келесі жылы да ақтөбеліктердің баспана мәселесін шешу жолдары қарастырылады десті. Болашақта Ақтөбенің батыс 2 және Алтын дала шағын аудандарында да дәл осындай тұрғын үй салынбақ. Кезекте тұрған ақтөбеліктер арнайы шарт бойынша ол үйлерден пәтерлер ала алады. Айгүл Байменова, Айнадин Молдабеков, Қазақстан, Ақтөбе.